Мөңке би бір жаққа сапар шегіп, жолаушылап келе жатса, бір жағынан қосылатын жол айырылысында атты кісі Мөңкені қуып жетіп сәлем береді. Бұл бір жас жігіт екен. Көп ұзамай-ақ Мөңке одан қай ауылдың баласы, аты жөні кім екенін сұрап біледі. Ал жігіт Мөңкенің кім екенін танымайды, сұрамайды да. Сөйтіп әрі-бері екеуі де үндемей, біраз жүргесін жігіт Мөңкеге ақсақал, әңгіме айтсаңшы дейді. Мөңке, әңгімем сатулы. Жігіт әрі-бері жүргесін қалтасынан бір сом ақша алып береді. Мөңке алып, мыңның түсін танығанша бірдің атын біл дейді. Тағы үндемей жүре береді. Тағы бір сом ақша береді жігіт Мөңкеге. Мөңке алып, отырған орныңды кісіге берме дейді. Тағы үндемей ілгері жүре береді. Сөйтіп, әрі-бері жүргесін жігіт тағы бір сом береді. Мөңке алып, топ кісінің ішінде пышағыңды кісіге берме дейді де жүре береді. Сөйтіп келе жатқанда көз ұшынан ауыл көрінеді. Мөңке жігітке, бар ана ауылға, үй тіксін, айт дейді. Жігіт шауып ала жөнеледі. Ауылдың үлкендерін тауып алып, қонақ келе жатыр, үй тіксін деді бір кісіге. Ақсақал би, ол кісі кім, қай жақтікі? Жігіт, аты жөнін сұрамаппын, бір үлкен кісі дейді. Ақсақал би, атын білмесең біз кімге үй тігеміз? Аты жөнін сұрап білмей үй тіктеп шауып келіп, әбігер етіп мазамызды алдың деп ұрсып қуып жібереді. Аты жөнін біл, сосын үй тігерміз дегенді айтады. Жігіт шауып отырып Мөңкеге келіп, ойпыр-ау ақсақал-ау, мен сіздің есіміңізді сұрамаппын ғой, аты кім деген кісі деп мені қайта қуып жіберді. Мөңке, бар, келе жатқан Мөңке биде. Жігіт қайта шауып келіп ақсақал биге, келе жатқан Мөңке би депті. Жалма-жан бір үйді ауыл аймағымен оңаша тігіп, Мөңке биді қарсы алады. Мөңке де, жігіт те үйге кіріп, төрге отырады. Мөңке келгесін сәлем бере, ауылдың ақсақал би, батыр, байлары келіп бастайды. Үй ішіне адам толып кетеді. Келген кісіге орын бере-бере жігіт тамақ келгенде табалдырықтың алдында отырады. Мал сойылып, қонақ алдарына ет келгенде 3 табаққа жасалып келеді. Төрге бас салынған бір табақ, орта жерге бір, есік алдына бір табақ тартылады. Етті қолға алып турағанда, ортадағы табақтың пышағы болмай қалып, есікте отырған жігіт алтын сапты шаппасы бар екен, соны береді. Ет жеп болғасын бір жігіт пышағын бермейді, өтірік дау салып, бұл менің пышағым, пәлен жылдан бері жоғалтып жүредім, пәлен ұстаға жасаттым, пәленше түгеншелер біледі деп өжектейді. Жігіт пышақтан айырылып кешке жатарда Мөңкеге, ақсақал, осылай пышақтан айырылдым, қандай жәрдеміңіз бар алып беруге? Пышақ өзімдікі айқын дейді. Мөңке, шырағым-ай, өзің еш нәрсені түймейтін жігіт екенсің. Сен о баста әңгіме айт дедің. Мен сатулы дегенім, сен бір нәрсені ұстар мекен деп едім. Мыңның түсін танығанша бірдің атын біл десем, атымды сұрамастан әрлі-берлі шауып әлекке түстің. Отырған орныңнан жылжып ақыры баланың орнына барып отырдың. Менің қасымда отырғаныңда кім қозғайтын еді? Үшінші, көп ішінде пышағыңды беріп одан айырылдың. Жақсы, жолдастық хақым үшін бір жақсылық істейін. Ертең пышақ алған кісімен дауласып, маған келгенде былай де. Менің әкемді пәлен жылы, пәлен айда өлтіріп осы пышақты шаншып кеткен екен. Ел жағалай іздеп жүредім. Пышақтың иесі мына кісі болды. Олай болса әкемді өлтірген де осы кісі, құнын алып беріңізде. Ертеңіне ұйқыдан оянып, шай ішіп болғасын жігіт пышақты алған кісіні тауып алып пышақты бер десе бермейді. Екеуі дауласып Мөңкеге келеді. Жігіт Мөңкенің үйреткен сөзін айтады. Пышақты алған қу жігіт бір ауыз сөз айта алмайды. Мөңке пышақ алған қуға, жақсы, бұл жігіттің әкесін өлтірген сіз болдыңыз, өзіңіз айғақ болып отырсыз, әкесінің құнын беріңіз деп табан астынан жолдас жігітіне 2 үйір жылқы, 2 қора қой алып береді.